Сәлем оқырман. Жақында өзім Әзербайжан Республикасының астанасы көрікті Баку қаласына саяхаттап барып қайттым. Бұл қала өзінің ерекше сәулетімен бай, тарихымен және де заманауи келбетімен мені қатты таңғалдырды. Осы саяхат барысында көрген ең қызықты жерлерімді, алған әсерлерімді осы видеода бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін міндетті түрде көріңіздер. Баку қаласының ең әдемі орындарын бірге аралайық. Ендеше кеттік. Баку Каспий теңізі жағасындағы тарих пен заманауилық тоғысқан ерекше қала. Ол Әзербайжан Республикасының астанасы әрі Кавказ өңіріндегі ең көне қалалардың бірі. Археологиялық зерттеулер бұл өңірде адамдардың бірнеше мың жыл бұрын-ақ өмір сүргенін дәлелдейді. Ал Баку туралы алғашқы жазба деректер 8-9 ғасырларға жатады. 12 ғасырда қала ширваншақтар мемлекетінің астанасына айналып, саяси, сауда және де мәдени орталық ретінде қарқынды дамыды. Кейін 19 ғасырдың соңында мұнай өндірісінің қарқынды өркендеуі Бакуды әлемдегі ең ірі өнеркәсіп қалалардың біріне айналдырды. Бүгінде Баку тарих пен заманауи сәулет үйлесімі тапқан қала. Оны екі басты келбеті бар: көне тарихи орталығы және де жаңа заманауи бөлігі. Қаланың тарихи бөлігі Ичерихер, яғни ішкі қала деп аталды. Бұл Бакудың ең көне ауданы әрі тарихи жүрегі. 12 ғасырда тұрғызылған қорған қабырғаларының ішінде әйгілі Қыз мұнарасы, шерваншақтар сарайы, көне мешіттер, керуен сарайлары, тарихи моншалар және де тар тас көшелер орналасқан. Осы көшелермен серуендегенде бірнеше ғасыр бұрынғы Бакудың ерекше атмосферасын сезінуге болады. 2000 жылы Ичерихер тарихи және де мәдени құндылығы үшін ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұралар тізіміне енгізілді. Бакудың ең көне әрі танымал ескерткіштерінің бірі Қыз мұнарасы. Биіктігі шамамен 28 метр болатын бұл мұнараның нақты қашан және қандай мақсатта салынған әлі күнге дейін ғалымдар арасында пікірталас туғызады. Кейбір зерттеушілер оның алғашқы бөлігі біздің дәуірімізге дейінгі 7-6 ғасырларда тұрғызылған деп есептелсе, қазіргі келбеті 12 ғасырда қалыптасты деген пікір кең таралған. Бүгінде Қыз мұнарасы Әзербайжанның басты тарихи символдарының бірі. Тағы бір тарихи жауһар шерваншақтар сарайы. 15 ғасырда салынған бұл сарай кезінде шерваншақтар әулетінің резиденциясы болған. Сарай кешені өзінің ерекше сәулетімен және де тарихи маңызымен Әзербайжанның ең құнды мәдени ескерткіштерінің бірі саналды. Қаланың жаңа бөлігі 19 ғасырдың соңы мұнай өнеркәсібінің дамуына байланысты қалыптасты. Ресей империясы кезеңде мұнда еуропалық үлгідегі сәулетті ғимараттар бой көтеріп, Баку қарқынды дамыған мегаполиске айналды. Бүгінде бұл бөлікте заманауи сәулет пен технологиялық жетістіктер айқын көрінеді. Жаңа Бакудың басты символдарының бірі Фламер Таурус немесе жалын мұнаралары. Бір-бірімен үйлескен үш зәулім ғимарат Әзербайжанның ежелгі отқа табыну мәдениетін бейнелейді. Кешкі уақытта мұнаралардың сыртқы LED экрандарында жалын бейнесі жанып, қалаға ерекше көрік береді. Қаланың тағы бір сәулет жауһары Гейдар Алиев орталығы. Бұл ғимаратты әлемге әйгілі британдық-ирактық сәулетшісі Заха Хадид жобалап, орталық 2012 жылы ашылды. Ерек пішінді ерекше дизайн қазіргі заманға сәулет өнерінің ең үздік үлгілерінің бірі ретінде бағаланады. Орталық ішінде Әзербайжан тарихы мен мәдениетіне арналған көрмелер, ұлттық киімдер және көне музыкалық аспаптар, қолөнер бұйымдары, классикалық автокөліктер топтамасы, халықаралық көрмелер, концерт және конференция залдары орналасқан. Бұл жерде келушілер елдің тарихы мен бүгінгі жетістіктерін қатар тамашалай алады. Орталыққа есім берілген Гейдар Алиев Әзербайжан тарихында аса көрнекті мемлекет қайраткерлерінің бірі. Ол 1923 жылы Начихванда дүниеге келген. Кеңес одағы кезіндегі Әзербайжан КСР-ын басқарып, 1993 жылы тәуелсіз Әзербайжан Республикасының президенті болып сайланып, елдегі саяси тұрақтылықты нығайтуға, мұнай-газ саласын дамытуға және де шетелдік инвестиция тартуға зор үлес қосты. Қазіргі Әзербайжан президенті Ильхам Алиев оның ұлы. Сонымен қатар Бакудың көрікті орындарының қатарына халықаралық концерттер және де ірі спорттық жарыстар өтетін Баку Кристалл Хал, яғни Каспий теңіздің жағалауымен бірнеше шақырымға созылған Баку бульвары бар. Бұл жерлер бүгінгі қала тұрғындары мен туристердің ең сүйікті демалыс орындарының бірі саналады.
Баку көне өркениеттің ізін сақтап қалған тарихи мұрасы мен болашаққа бағытталған заманауи сәулетті үйлескен ерекше қала. Сондықтан да бұл шаһарға келген әрбір адам өткен мен бүгінгі күннің тоғысқанын бір қалада сезіне алады. Әзербайжан халқы да өз ана тіліне ерекше құрметпен қарайды. Қоғамдық орындарда, дүкендерде, мейрамханаларда, мемлекеттік мекемелерде және де күнделікті тұрмыста ең алдымен Әзербайжан тілін қолданады. Шетелдік азаматпен сөйлескенде ғана ағылшын немесе орыс тіліне көшеді. Алайда өзара қарым-қатынаста әрдайым ана тілінде сөйлесуге басымдық береді. Мұның басты себебі өздерінің ұлттық болмысын, мәдениеті мен және тарихи жадын тіл арқылы сақтап қалу деген ұмтылыс. Әзербайжан халқы ғасырлар бойы түрлі империялардың ықпалын басынан өткерді. Парсы мемлекеттерінің, Ресей империясы және де кейін Кеңес одағының құрамында болған кезеңдерде ұлттық тіл мен мәдениетті сақтау оңай болған жоқ. Соған қарамастан Әзербайжан халқы өз дәстүрін, әдебиетін және ана тілін ұрпақтан ұрпаққа жеткізе білді. Бұл ұлттың ұлттық санасының қалыптасуында 1990 жылы қаңтар оқиғасы да үлкен әсер етті. 1990 жылдың 20 қаңтарында қараған түні Кеңес одағының әскері Баку қаласына кіріп, тәуелсіздік пен еркіндікті талап еткен бейбіт тұрғындарға қарсы күш қолданды. Ресми мәлімет бойынша 140-тан астам адам қаза тауып, 100-деген адам жараланды. Бұл оқиға Әзербайжан халқының азаттыққа деген ұмтылысын күшейтіп, ұлттық бірлігін бұрынғыдан да нығайтып, қаңтар тәуелсіздік жолында жанын қиған азаматтардың символына айналып, халықтың тарихи жадында мәңгі сақталды. 1991 жылы Әзербайжан тәуелсіздігі жариялағаннан кейін ана тілінің мәртебесін көтеруге ерекше көңіл бөлді. Әзербайжан тілі мемлекеттік тіл ретінде білім беру жүйесінде, мемлекеттік басқаруда, бұқаралық ақпарат құралдарында және қоғамдық өмірдің барлық саласында кеңінен қолданыла бастады. Бұл қадам ұлттық бірегейліктің нығайтудың маңызды бөлігі болды. Бүгінде әзербайжандар ана тілінде сөйлеуді патриоттық сезімнің көрінісі деп санайды. Олар үшін туған тілі тек қарым-қатынас құралы емес, халықтың рухани қазынасы, мәдениеті мен тарихының айнасы. Сондықтан балаларға жастайынан ана тілін құрметтеуге, ұлттық әдебиетті оқу, тарихи оқиғаларды білу және де салт дәстүрді сақтауды үйретіледі. Бұл ұлтжандылық басқа халықтарды менсінбеуді білдірмейді. Керісінше, ол өз елін, мәдениетін, тарихын және тілін құрметтеуге негізделген. Бүгінде Бакуға келген туристер Әзербайжан халқының өз ана тіліне деген ерекше сүйіспеншілігін, ұлттық рәміздерге деген құрметін және де қаңтар құрбандарын ешқашан ұмытпай, жыл сайын 20 қаңтарда олардың рухына тағзым ететін өз көздерімен көре алады. Сондықтан да Әзербайжан халқының өз тіліне деген құрметі жай ғана тілге деген сүйіспеншілік емес, ол ғасырлар бойы сақталған ұлттық рухтың, тәуелсіздік жолындағы күрестің және де азаттық үшін құрбан болған азаматтардың аманаты деген адалдықтың белгісі. Баку ғасырлар бойы сақталған тарихы, заманауи сәулеті, бай мәдениеті және де өз ұлттық құндылықтарын ерекше құрметтейтін халқымен жүрегімде ерекше әсер қалдырған қала болды. Егер сізге видео ұнаса, лайк басып, өз пікіріңізді жазуды ұмытпаңыз. Ал тарих, саясат және де әлемнің қызықты жерлері туралы осындай мазмұнды видеоларды жіберіп алмау үшін арнаға міндетті түрде тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз.